лайфты бастай берейік. Кетті ме? Саламатсыздар ма? Біз қазір Алматы қаласының Байсейітов көшесінде тұрмыз. Бүгін жер дауына байланысты көптеген наразы азаматтар қала көшелеріне шығады деген ақпар болған. Сол бойынша Алматы қаласының орталық көшелерінде өте көп халық жиналды, және қазір мінекей полиция кордоны бар, және полиция қызметкерлері. Бізде қазір тікелей трансляция жүріп жатыр. Бауырым, сіз кім боласыз? Біз азаттық журналистеріміз, біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мінекей көріңіз. Тікелей эфир, бізде қазір тікелей эфир жүріп жатыр. Мінекей мен полиция қызметкерлері тоқтатып жатыр. Мен өзім қызмет жұмысын жасап жатырмын. Покажите документы. Вы мне препятствовали. Я вам препятствовал, ребят. Я вас освободил. Вот. Мы в работе, да. Можно? Что тебе? Нормально? Я просто вот ребят стою, охраняю, чтобы Жалгар здесь? Да. Здесь журналисты сейчас хотели его забрать. Здесь я это... Служба сказала, что не трогай. Здесь, понимаешь, здесь... Бізде тікелей эфир өтіп жатыр ғой, қазір көптеген азаматтарды ұстап жатыр. Мінекей біз қазір Байсейітов және Абай көшелерінің қиылысында тұрмыз. Мына қазір оператордың артқы жағында, жалғастың артқы жағында тағы да бір топ азаматтар ұстап әкеле жатыр. Міне қарасаңыздар болады. Вы работаете, я тоже работаю. Чтобы права не нарушали наших граждан. Все имеет свободу. Сразу пожелайте население, да? Журналисты, да? Давайте. Нет, давайте,
Бізде тікелей эфир жүріп жатыр ғой, иә? Қазір ақпарат болды. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз басшысы Салтанат Әзірбек қазір комментарий береді деген ақпарат бар. Біз соған бір топ журналистер, әріптестермен мына Абай көшесінің бойымен Абылайхан көшесінің қиылысына қарай қозғаламыз. Көптеген азаматтар қазір тұтқындап жатыр. Мінекей автобус отырғызып жатыр. Және Байсейітов көшесінің бойында да менің арт жағымда қазір тағы бірнеше азаматты ұстап әкеле жатыр. Ешқандай түсіндірмеспен бұл жерде тіпті тағы бір азаматты велосипедімен бірге автобусқа тиеп жатқан көрдім, мінекей. Велосипедімен бірге. Дима, Салтанат қайда келеді? Минуту вам, или там окажется. Слушай, мы сейчас шли сюда, сейчас подошли. Еще человек, Санат. мы вот так очень. Санат ұстап болмады ма? Пойдем идем. Жалғас тікелей эфир жүріп жатыр ғой, иә? Закончится к вечеру. Фейсбук парақшаның жаңағы несіне шығып жатыр ғой, орысша парағына. Біз әлі Абай көшесінің бойында тұрмыз. Лермонтов театрының қарама-қарсы бетінде. Бұл жерде бір топ журналистер жиналып тұр. Рас журналистерге жаңа бірде-екілер ОМОН қызметкерлері, арнайы жасақ қызметкерлері алып кетеміз деп қорқытып айтты. Бір орында тұрыңыздар дегенде. Бірақ оған жаңа ішкі саясат, Алматы қалалық ішкі саясат қызметкеріміз деп танысқан Женя деген азамат ол кісіні әзірге тоқтатып тұр полиция қызметкерлерін. Тағы да бір журналист әріптесімізді алып кетті. Наши есть?